Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жай бөлшектер қосу және азайту. Енді біз оған мысалдар келтірейік. Бірінші, егер жай бөлшектердің бөлімдері бірдей болса, мысалы мен мынандай бөлшек алайын. 8-ден 3 қосылған 8-ден 4. Егер жай бөлшектердің бөлімдері бірдей болатын болса, яғни екеуінде 8 болатын болса, онда біз ойланбастан екінші бөлшек жазамыз және астына 8 деп жазамыз. Сосын ортақ бөлім 8 болғаннан кейін, сол санның өзіне болғаннан кейін екеуінде тоқтауыш көбейткіш деген бар. Тоқтауыш көбейткішті бүйтіп жазамыз. Мұнда 1-ден кел, мұнда 1-ден кел. Өйткені 8-де 8-ге бөлеміз 1 болады, 8-де 8-ге бөлеміз 1 болады. 1-ді 3-ге көбейтеміз 3 болады. Қосу дейміз, арасында мына жердегі таңба қосу болса қосу, азайту болса азайту жазамыз. Сосын 1-ді 4-ге көбейтеміз 4 болады. Тең болады 8-ден сонда 3-ге 4 қосам, ол 7 болады. Енді азайту келтірейік. Мысалы 12-ден 15-ден 12 азайтылған 15-ден мысалы 9 болсын. Тең болады. Екеуінде бөлімдері 15 болғандықтан ортақ бөлім 15 болады. Мына ортақ бөлім аталады. Тоқтауыш көбейткіш екеуіне де 1-ден кел. Сонда 12-ні 1-ге көбейткен кезде 12 болады. Арасында азайту, сондықтан азайту деп жазамыз. 1-ді 9-ға көбейтем, 9 болады. Сонда 15-ден 3 деген сан шығады. 15-ден 3 қысқарады. Тең болады 5-ден 1 болады. Өйткені 3-ті 3-ге көбейгенде 1 болады. Онда 15-ті 3-ге көбейгенде 1-ден келеді. Ара енді бөлімдер әртүрлі бөлшектер қосу. Мысалы 12-ден 5, 15-ден 5 қосылған 12-ден 7 деп бар. Тең болады. Енді 12 мен 15-дің ортақ бөлімдерін табу керекпіз. Бізде 12 мен 15-дің ортақ бөлімі 60 болады. Оның чернеге сіздер өздеріңіз білесіздер, ең кіші ортақ еселігін табасыңдар. 15-тен 12-ның ең кіші ортақ еселігін. Мысалы, чернек көрсетіп берейін. 15-ті көбейткіштер дейміз. 3-ке бөлем 5 болады, 5-ке бөлем 1 болады. 12-ні көбейткіштер дейміз. 2-ке бөлем 6 болады, 2-ке бөлем 3 болады, 3-ті 3-ке бөлем 1 болады. Сонда ең кіші ортақ еселік 15 пен 12-нікі, ол тең неше бар? 3 екеуінде де бар міне. 3 бар, 5 бар мұнда. Және 2 мен 2 бар, өлген 2 сында. 2 жерде 2 4 болады, 5-ке көбейтем 20 болады, 3-ке көбейтем, мұнда 60 болып тұр. Енді қараңыздар, 60-ты 15-ке бөлем, мұнда 4-тен кел, 60-ты 12-ке бөлем, мұнда 5-тен келді. Мұнда қараңыздар, 4 жердегі 5-ім 20 болады, қосу, 7 жердегі 5-ім 35 болады. Тең болады. 60-тан 55 болады. 55 болады, 60-тан 55, оны екеуіне 5-ке қысқарту болады. Сонда 12-ден 11 болады. Арада енді тағы да бір мысал келтіріп қойып, енді азайтуға мысал алатын болсақ, мысалы 12-ден 7 минус 9-дан 3 дейік. Тең болады. 12 мен 9-ның ең кіші ортақ бөлімі, ол ортақ бөлімі, яғни 36 болады. 36-ны 12-ке бөлем 3-тен кет, 36-ны 9-ға бөлем 4-тен кет. Мұнда 3 жердегі 7-ім 21 минус 4 жердегі 3-ім 12. Тең болады. 36-ны сөгенде жазып қоям. 21-ден 12-ні азайтам 9 болады. Сонда қысқарып береді. Ол 4-тен 1-ге тең болады. Осылай шығарамыз.